Осы жылдың басындағы оқиғалар бүкіл елді дүр сілкіндірді және күштік құрылымдар үшін нағыз сынақ болды. Қоғамдық тәртіпті сақтау, тыныштық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету – бұл полицияның негізгі міндеттері. Қарулы шабуылдарға төтеп берген полиция департаментінің бүгінгі жай-күйі қалай? Лаңкестердің соққысының астында қалған қала бүгінде біртіндеп қалыпты жағдайға оралуда. Алматыдағы барлық полиция бөлімшелері штаттық режимде жұмыс істейді. Здравствуйте, полиция слушает вас. Что случилось у вас? Қоғамдық тәртіпті сақтау және азаматтардың өтініштеріне ден қою жөніндегі қызметті мамандандырылған батальонның патрульдік полиция полкының қызметкерлері жүзеге асырады. Жоспарлы түрде жүзеге қызметі де жұмыс істейді. Оған қалалықтардан қоңыраулар да түсуде. Орташа есеппен тәулігіне Алматы қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығына 1000-нан астам қоңырау түседі. Қалада терроризмге қарсы операция аяқталды. Қауіптің қызыл деңгейі тоқтатылды. Қалада Әл-Фараби даңғылы мен кіші желтоқсан қиылысында полиция қызметкерлері BMW маркалы автокөлікті тоқтатты. Салонда 2 жігіт болған. Оларды тексеру кезінде тәртіп сақшылары тапанша мен пышақ тапты. Понял, принял вас. Следую на адрес. Понял, принял. Қаланың Медеу ауданында қарулы қаскүнемдердің тағы бір тобы табылды. Олар жасырынған пәтер туралы қырағы қала тұрғындары хабарлады. Арнайы операцияның нәтижесінде мұнда 5 ер адам ұсталды. Олардан патрондары бар сайга аңшылық карабині, резеңке және металл таяқшалар, 2-5 литрлік жанармай құйылған ыдыс, алтын бұйымдар тәркіленді. Чеппорт 12 с магазином. 2 фактіде сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген. Күдіктілер қамауға алынды.